Қазір бастаған кезінде көрсетпей сохранить хорошо. Дауыстарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Күнделі асылзат, иә. Ал енді мен сіздерге түсіндіре берейін. Уақыт Recording in кетірмей progress. өзімізде берілген уақыт бойынша бастаймыз. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай бізде әкімшілік телеграм каналында әкімшілерге жүргізілу жаңа осы жүйемен қалай жұмыс істеу керек екені оқыту жүргізілді, сұрақтарға жауап бердік. Енді ендігі кезекте бізде мұғалімдерге әкімшілер мұғалімдер жаңағы сіздердің жаңа email пошталарыңызды алып сіздерге логин парольмен арқылы кірсеңіздер, міне осы жерде қалай кіру екені көрсетіліп тұр. Сіздердің яғни емейлдарыңызға жаңағы пароль келді, яғни сол пароль арқылы сіздер өздеріңіз кіресіздер. Осы бізде басты бет, мысалы адалбала kzo.kz деп браузерді ашасыздар, содан кейін өздеріңіздің логин парольдарымен кіресіздер. Аккаунтқа кіру, аккаунтқа кіресіздер. Кірген кезде сіздерде осындай басты бет ашылады. Осы басты бетте сіздер басты бет осындай интерфейс берілген. Осы интерфейс. Бұнда сіздер сос хабарламасы туралы қазір бөліп түсіндіріп өтем. Қазір осы жоғарыдағы берілген осы бастырмалар, қандай бастырмалар екенін түсіндірген кезде анықтама бөлімі берілген мұғалімдерге. Мұғалімдер, яғни осы жүйеде қалай жұмыс істеу керек екені туралы сіздерге жаңағы текст түрінде берілген, орыс және қазақ тілінде берілген, және де сіздерге видео нұсқа ретінде де берілген. Яғни, қандай да бір жағдайға байланысты, егер де сіздер ұмытып қалсаңыздар, мысалы, әдейі осы жүйеде нұсқаулық сіздерге берілген. Жүйені браузерда ашу үшін адрес жолына адалбала dfs.kz o.kz енгізіңіз. Жүйемен жұмыс істеу бойынша тақырыптарын қамтиды. Сіздерге осындай видео материал берілген, осы нұсқаулыққа кіріп қарай аласыздар. Енді оқу жоспары. Оқу жоспары адалбала жүйесін сіздер алдында біз әріптесімізбен алдында Қызылордаға барғанбыз. Сонда Қызылордада біз осы адалбала жүйесі туралы түсіндіріп өткенбіз. Енді бұл мұғалімдерге болғандықтан мен осы жүйемен қалай жұмыс істеу керек екенін нақты түсіндіре берейін.